Hello everyone, welcome back to our English lesson. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін мен Ермахан Жандар MTA жобасының 3-ші курс студенті. Және де today we are going to learn about future tenses, will and be going to. So we will also talk about responsibility, how our choice today shape our future. Бүгін біз болашақты білдіретін екі тәсіл жайлы үйренетін боламыз. Біріншісі ол бізде will, яғни дәл қазір шешім қабылдағанда немесе уәде бергенде қолданылады. Келесісі ол бізде be going to, яғни алдын ала жоспарлар мен мақсаттар туралы айтқанда. Сонымен қатар біз бүгінгі сабағымызда жауапкершілік туралы ойланамыз. Біздің бүгінгі ісіміз ертеңгі нәтижеміз. So now I'm going to explain you the grammatical structure of will and be going to. Дәл қазір мен сіздерге will мен be going to-ның грамматикалық структурасын түсіндіретін боламын. Ең алдымен бізде will бізде ең алдымен уәде, шешім және болжау. Қазір шешім қабылдағанда немесе уәде бергенде. Мысалға алатын болсақ, I will help my classmates with their homework. Мен сыныптастарыма көмектесемін үй жұмысымен. I will be more organized next year. Мен келесі жылы тәртіпті боламын. Немесе I think you will become a great leader. Меніңше сен жақсы көшбасшы боласың. Грамматикалық структурасына тоқталатын болсақ, will ең бірінші positive sentence. Қалай біз болымды сөйлемді жасайтын боламыз? Ең алдымен бізде subject, содан кейін will, сосын ең соңында verb. Negative sentence дәл солай. Тек will-ға біз not жалғаймыз. Яғни ол бізде want болып өзгереді. Ең алдымен бізде subject plus want plus verb. I won't help my classmates мысалға. Question формға тоқталатын болсақ, ең алдымен бізде question формында грамматикалық структурамыз ең алдына шығады. Ол бізде will, will-дан кейін бізде subject, subject-тен кейін verb. Мысалға, will you help me? Сен маған көмектесесің бе? Бұл бізде will-дің алдыңға шығарылған, яғни question формасы. Одан кейінгі тақырып ол бізде be going to. Be going to ол бізде жоспар, мақсат, ниет. Яғни алдын ала жоспар немесе бір белгілі бір ниет болғанда қолданылады. Мысалға, I am going to start recycling plastic. Мен пластикті қайта өңдеуді бастаймын. Яғни бұл белгілі бір ниет болып табылады. Немесе жоспар. Келесі сөйлем ол бізде we are going to organize a clean up day at school. Біз мектепте тазалық күнін өткізбекшіміз. Яғни бұл жерде белгілі бір жоспар, план. Келесі сөйлем ол бізде she is going to volunteer at animal shelter. Ол жануарлар панасында ерікті болып жұмыс жасағысы келеді. Яғни бұл да бізде белгілі бір ниет, болжам, мақсат. Грамматикалық структурасына тоқталатын болсақ, be going to бізде ең алдымен subject, positive sentence-де ең алдымен subject, одан кейін бізде to be дегеніміз ол біздің am, is, are. Яғни I болғанда am, you болғанда is, және көпше түрде are, яғни we are, they are. Одан кейін бізде грамматикалық структурамыз going to, содан кейін verb. Мысалға алатын болсақ, I'm going to visit China next year. Бұл менің белгілі бір болашаққа деген жоспарым. I ол бізде subject, am ол бізде to be, going to грамматикалық структурамыз, visit бұл бізде verb. Келесі negative sentence қалай жасаймыз? Negative sentence-те дәл солай, бірақ subject бірінші болады, және am, is, are, яғни біздің to be-мізға not жалғанады. Мысалға, I'm not going to do it. Мен бұны жасайын деп жатқан жоқпын. Яғни біздегі am-ға not жалғанады. I am not. Одан кейін бізде going to грамматикалық структурасы, және одан кейін бізде verb жүреді. Енді question формасына тоқталатын болсақ, question формасы дәл will секілді жасалынады. Біздегі to be алдына шығады, яғни ол бізде am, is, are. Содан кейін subject, содан кейін барып going to грамматикалық структурасы, және ең соңында verb. Are you going to help me? Сен маған көмектесейін деп жатсың ба? Яғни біздің are-ымыз ол бізде to be,
you ол бізде subject болып табылады, және going to ол бізде грамматикалық структурамыз, және ең соңында verb. Are you going to help me? Help ол біздің verb. Келесі бізге берілген тапсырма, ол бізде fill in the blanks деп аталынады. Яғни, бұл жерде біз жақшаны ашып, will немесе going to екеуін біреуін таңдап, қажетті сөйлемге қоюларымыз қажет. Бірге орындайық. Бірінші сөйлем. Ол бізде айдан басталып тұр. I ол бізде subject. Help my parents with the course. Like. Яғни, бұл бізде белгілі бір жоспар, бірақ белгілі бір уақытқа қойылмаған, жоспарсыз, нақты емес. Яғни, бұл жерде бізде will болады. Дұрыс жауабы will. I will help my parents with the course. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Келесі тапсырма ол бізде we. Бізге қою керек зат. Will немесе are going to start a charity project next month. Яғни бұл сөйлемде көріп тұрғандарыңыздай белгілі бір уақыт, жоспар бар, нақты шешім, болашаққа деген жоспар. Яғни бұл жерде бізде are going to болады, яғни дұрыс жауап are going to. We are going to start a charity project next month. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Келесі сөйлем. I think our team win the clean school contest. Яғни, бұл жерде I think деп тұр. Менің ойымша prediction белгілі бір адамның өзінің ойын жеткізуде, бізде белгілі бір болжамын жеткізуде, бізде will қолданылады. Бәңелді айтып өткендей, I think our team will win the clean school contest. Дұрыс жауап will. Соңғы сөйлем, my class is going to немесе will plant trees on Saturday. Біздің сынып яғни белгілі бір уақытта воскресенье күні ағаштар отырғызайын деп жатыр. Яғни белгілі бір уақытқа жоспарланған план, болашаққа арналған жоспар, белгілі бір уақыт айтылған. Яғни бұндай уақытта бізде is going to қолданылады. My class is going to plant trees on Saturday. Дұрыс жауап is going to. Сонымен қатар, pause the video and write 2 things you will do and 2 things you are going to do. Make your school or community better. Бейнені тоқтатып, өз қоғамыңызды жақсарту үшін не істейтініңіз туралы 4 сөйлем жазыңыз. Will және be going to қолдану арқылы. Келесі бізде тоқталатын мәселе, ол be going to мен will'дің басты айырмашылықтары. Ең біріншісі, be going to ол бізде алдын ала жоспар, яғни белгілі бір нақты уақытқа жоспарланған әрекет. Мысалға алатын болсақ, I am going to visit my grandma tomorrow. Мен әжемнің үйіне барғалы жатырмын. Яғни бұл жерде бізде белгілі бір жоспар бар, нақты белгіленген шешім. Ал will'да бізде өзгешелеу, яғни жоспарсыз, дәл сол сәтте қабылданған шешім. Яғни I think I will call my grandma now. Яғни әжеме қазір қоңырау шалайын деп жатырмын. Келесі айырмашылығы ол бізде болжам. Яғни be going to да бізде негізі бар, дәлелге сүйенген болжам болып табылады. Мысалға, look at the clouds, it's going to rain. Яғни бұлттарға қара, яғни жаңбыр жауайын деп тұр. Бұл жерде белгілі бір негіз бар. Себебі бұлттар мысалға жабық болуы мүмкін, сол себептен жаңбыр жауы мүмкін деген болжам бар. Ал will'да субъективті жеке пікір бойынша айтылады. I think it will rain tomorrow. Бұл менің ойым бойынша ертең жаңбыр жауы мүмкін. Және уәде, ұсыныс, көмек. Яғни will бізде көбінесе уәде бергенде, көмек көрсеткен кезде қолданылады. Ал be going to бізде ондай сәттерде қолданылмайды. Мысалға алатын болсақ, don't worry, I will help you. Уайымдама, мен көмектесемін. Сіз бұл жерде don't worry, I'm going to help you деп айта алмайсыз. Тек don't worry, I will help you. Мен саған көмектесемін.
Қысқаша ереже, be going to жоспар, дәлел бар. Will шешім дәл қазір қабылданған, уәде немесе пікір. Және бүгінгі біздің қорытынды мен үй жұмысына тоқталатын болсақ, will ол бізде уәде, болжау, тез шешім. Be going to ол бізде жоспар және мақсат. Екеуі де біздің жауапкершілік пен болашаққа сенімімізді көрсетеді. So, the quote of the day, the future depends on what you do today. Mahatma Gandhi. So, for the home task, write a short paragraph titled My Responsible Future, at least 5 or 6 sentences. Use both will and be going to. For example, I will always respect others. I am going to learn new skills to help my community. Бүгінге берілген уақыт аяқтап қалды. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, және де сіздермен болғаныма қуаныштымын. Goodbye.